Ассалаумағалейкум, құрметті каналдың көрермендері. Менің есімім Нұрсұлтан Мәуленұлы. Бүгін біз жылыжайдамыз. Жалпы былтырғы 2022 жылдың жылыжайдағы жұмысын қорытындылайтын боламыз. Жалпы жылыжай бизнесінде біз былтырғы 2022 жылы қанша пайда таптық? Бұл тиімді ме, және бұл саланы басқаларға бөлісеміз бе, сол туралы айтатын боламыз. Сондықтан видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта осы жылыжай саласы туралы әртүрлі сізге пайдалы видеолар шығатын болады. Егер 2022 жылды қорытындылайтын болсақ, біздер ең бірінші тұқымнан ұтылдық, оны мойындау керек. Өйткені біздің тұқымымыз бұл нақты көкжуа өсіруге арналған тұқым емес болатын. Сондықтан 1 тоннадан біздер 200 килограмм көкжуа алдық. Бірақ дегенмен біз 200 килограмм таза көкжуа беретін жуа өсіргеннің күннің өзінде 3 тоннадан 600 килограмм алған болатынбыз. 600 килограммның өткен алдыңғы видеода біз қанша пайда тапқанын көрсеттік. Бұл яғни сіздің жуа отырғызып 28-35 күннің ішінде табатын қаражатыңыз сондай. Яғни 3 тоннадан біздер 1.080.000 теңге, бұл орташа есеппен алғанда осындай таптық. Яғни бір айда 1.080.000 теңге пайда. Оның ішінде енді шығындарыңыз бар. Сол шығындарды есептейсіз. Бұл жерде біріншіден газ, екінші жарық, үшінші бұл су. Су енді қатты пайдаланылмайды, бірақ сонда да су шығын. Одан кейін сізде отырғызылатын тұқым. Бұның өзі сізге біраз ақшаға түседі. Сонда сіз 1.080.000 теңгеден бір шамамен 400.000, 350.000 теңге алып тастайсыз. Бұл сіздің шығыныңыз. Ар жағында қалатыны бұл сіздің таза пайдаңыз бұл есептеледі. Ал енді біз осы жылыжайда немен ұтып тұрсақ, бұл бізде, мына айттық қой басында, біздің жылыжайымыздың көлемі кішкентай болғаннан кейін біздер қатарлар орналастырдық және полкалар жасадық. Сол арқылы біздер 3 тонна жуа егіп тұрмыз. Ал егер бұлай жерге егетін болғанда, бұл жерге шамамен 1,5 тоннадай жуа тұқымы кететін еді. Көрдіңіздер ғой. Енді жуаны біздер толығымен егіп тастай алмаймыз. Оның арасында жүретін жолы болу керек. Сонда біз аз жерден мейлінше көп тұқым егуге тырыстық. Солай осы полкалар салу арқылы биылғы жылы біз 3 тонна жуа тұқымын егіп объемнан ұттық. Одан кейін көп сұрақтар бізге комментарийге жазатын. Бұл жылыжайды салуға қанша ақша кетті? Бұл жылыжайға біз 4 миллионға жуық ақшамыз кеткен болатын. Бірақ енді бұл жерде де, құрметті көрермендер, бұл өзіңізге байланысты. Мүмкін біреулеріңіздің үйлеріңізде пайдаланылмай жатырған темірлері бар шығар, шпалдары бар шығар, ағаштары бар шығар. Соның барлығын үнемдесеңіз, сізде де арзанға жылыжай салуға болады. Тек сізге салафанмен немесе поликарбонат алу керек болады. Сол кезде сіздерде бір 2 миллион, 3 миллион теңге көлемінде жақсы 100-150 квадрат болатын жылыжай сала аласыз. Тағы жекеге келетін сұрақтардың бірі бұл жылыжай салып үйретесіз бе және сопровождение жасайсыз ба дейді. Біздер енді ағамызбен ақылдаса отырып, биылғы жылды өзіміз практика жасадық. 2019-да да біз практика жасадық осы көкжуа егу арқылы. Осы көкжуа өсіруді басқаларға ақылы түрде үйретуге дайынбыз. Егер осы өз ауылымда, өз қаламда көкжуа өсірем дейтін адамдар болса,
жазсаңыздар болады. Қазір мына жерге нөмірді қойып кетем. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp, Instagram жекеге шықсаңыздар, сізге толықтай осы жуаны қалай өсіру керек, жуа тұқымын қайдан алу керек, қандай күтім қажет, соның барлығын бөлісетін боламыз. Және қыс мезгілінде осы жұмыс барысы кезінде сіздерге толықтай қолдау көрсетіп, сопровождение жасайтын боламыз. Сондықтан егер осы салаға кіргісі келетін адамдар болса, хабарлассаңыздар болады. Бірақ ең алдымен сізде жылыжайыңыз болу керек. Ал егер жылыжайыңыз жоқ, жылыжай салғыларыңыз келсе де, біз сіздерге готовый проекттер дайындап береміз. Сол проекттерді ақылы соны салып, одан кейін жуа бизнесіне келсеңіз болады. Егер биылғы жылы осындай бір кәсіппен айналсам дейтін адамдар болса, нөлден бастап, жылыжай салудан бастап, көкжуа егуге дейін осындай бір кәсіп іздеген адамдар болса, еш қысылмай жаңағы мына жердегі нөмірлерге хабарласыңыздар. Сіздерге толықтай айтатын боламыз. Бұл курс қанша тұрады, қандай біздерден сіздерге қолдау бар, соның барлығын сіздермен бөлісетін боламыз. Енді құрметті көрермендер, осы алдыңғы видеоларда айтқан болатынмын. Жалпы көкжуаны сатудан ешқандай проблема жоқ. Проблема көкжуаны шығаруда. Өйткені көкжуаның нақты қатты өтетін екі мезгілі бар. Бұл желтоқсан айы және ақпан наурыз айында. Ал былайғы уақыттардың өзінде де көкжуаға сұраныс ешқашан түспейді. Және біз 2019 жылы көкжуаның килограммын 600 теңгеден сатсақ, биыл 2022 жылы біздер килограммын 2000 теңгеден саттық. Бұл енді Ақтөбе қаласындағы баға, Астана жақтағы баға басқаша, Шымкент жақтағы баға басқаша. Сондықтан ол өте ме, ертең сата алмай қалмайын ба деп қорқудың қажеті жоқ. Бұл жердегі басты проблема, жаңа айтқандағыдай, жуаны шығару. Дайын жуаңыз болса, сізден бәрін сатып алатын адамдар жалпы бар. Ол жағынан қорықпасаңыздар болады. Құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі видеоны толықтыра келе, жылыжай бизнесі өте тиімді. Бұл өйткені қазір жаңадан біздің батыс өңірлерінде, енді оңтүстік жақ бұл жылыжайдың отаны деп те айтсақ болады. Соның ішінде Сарыағаш аудандары. Ал біздің батыс аймақтар, өздеріңіз білесіздер, ауа райы суық, жел қатты болғаннан кейін көбісі жүрексінеді бұл салаға кіру. Бірақ қорқудың қажеті жоқ. Қорықпай осы салаға кірсеңіздер болады. Жалпы жылыжай кәсібі сізге қыс бойы үздіксіз пайда әкелетін жақсы кәсіп. Егер дұрыс ниша таңдасаңыз, одан кейін сіз бір жерде жұмыс жасап, қосымша кәсіп ретінде де айналыссаңыз болады. Бұл жаңа кәсіп, сұраныс өнімдерге өте көп, және жыл сайын бізде білесіздер, азық-түліктің, көкөністің бағалары қымбаттап жатыр. Сондықтан жақсы пайда табуға алып келетін кәсіп түрі. Егер үйренем дейтін адамдар болатын болса, біздің байланыс нөмірлерімізге жазсаңыздар болады. Баршаларыңызға рахмет. Каналға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта осы Ақтөбе облысында ауылдық жерде жылыжайда лимон өсіріп жатырған апайдың жылыжайымен таныстыратын боламын. Біздер енді қараңыздар, қарапайым көкөністі өсіруге жүрексінеміз. Ал кей адамдар цитрустық өнімді Ақтөбеде ауылдық жерде өсіріп жатыр. Сол апайдың жылыжайымен алдағы уақытта таныстыратын боламын. Сондықтан арнамызға жазылып қойыңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, Instagram парақшам осы, жазсаңыздар, кез келген уақытта жауап беруге әзірмін.